Бұл видеода жүрегі әлсіздерге қиын тиюі мүмкін кейбір кадрлар мен ақпараттар бар. Текстер арқылы берілетін мағлұматтар өте маңызды. Қызық жерлерін өткізіп алмас үшін видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Адамдар ібліс жайында жиі айтады. Олар қайда? Оның тағы қайда орналасқан деп сұрайды. Бұл жайында Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сенімді хадисте айтып кеткен. Имам Мүслим Жәбірден риуаят етілген хадисте былай делінген: шын мәнінде іблістің тағы судың үстінде. Шайтанның тағы ол зұлымдықтың ордасы. Бүкіл шайтандардың басшысы оның тағы судың үстінде. Бірақ қайда? Қай су? Қай теңіз? Қай мұхитта? What water? What ocean? Алла тағала жақсы біледі. Бірақ кейбір ишаралар бар. Олар іблістің тағы қайда орналасқанын көрсетуі мүмкін. Тағы бір хадис бар, онда былай делінген. Бұл хадис тек Мүслімде келтірілген. Барзақ дегеніміз не? Барзақ бір бөлу сияқты. Мысалы, тұщы су мен ащы судың арасы сияқты. Ащы су мен тұщы судың бір-біріне араласпайтыны бұл барзақ деп аталады. Яғни екі түрлі судың арасындағы бөгет. Хадисте айтылғандай, оның ащысы тағы осы барзақтың үстінде орналасқан. Ол теңіздің бір тұсында, мұхиттың тереңінде. Енді осы тұста бір қызық нәрсеге назар аудартқым келеді. Сіз Бермуд үшбұрышы жайында естіген боларсыз. Ол жерде не болып жатыр? Дәл қазіргі уақытта ешкім оны түсіндіріп бере алған жоқ. Flight 19 деген ұшақ туралы естіп көрдіңіз бе? Ол ұшып кетіп, із-түзсіз жоғалып кетті. Дәл сол аумақта көптеген ұшақтар мен кемелер жоғалған. 1948 жылы Тайгер ұшағының қара жәшігінен ұшқыштың бір деңгені көріп тұрмын, бірақ не екенін білмеймін деген дауысы табылды. Оған ешкім жауап бере алмады. Кейін жәрдем жібереміз деген дауысы да жазылып қалған. Бұл жазбаларды интернеттен де тапсаңыз болады. Жәрдем жіберіліп жатыр, деді біреу. Бірақ кейін ұшақ қайта хабарласып, ұшақты басқара алмаймын, не болып жатқанын білмеймін деді. Тағы біраздан кейін ол, ешкімді жібермеңіз, ешкім көмектесе алмайды деді. Содан кейін ұшақ із-түзсіз жоғалып кетті. Бұл тек бір ғана ұшақ емес, бірнеше ұшақ пен кемелер осы Бермуд ұштағында жоғалған. Сонда кейбіреулер былай дейді: бәлкім шайтанның қаласы сол жерде ме? Алла тағала жақсы біледі. Бәрі де мүмкін.
Мұның артында кім немесе не тұрғаны анық емес. Бұл терең шұңқырдың түбі көрінбейді. Бірақ олар ұзаққа бармайды. Өйткені бүгін бар да, ертең жоқ болады. Бұл жүйенің қуыршақтары бар. Олар кеше болды, бүгін бар, ертең де болады. Бұл адам емес. Әлемдегі ең қуатты адам деп есептелсе де, ол ешқандай ерекше тұлға емес. Жай ғана жүйенің қуыршағы ғана. Бұл қызметте отырған барлық адамдар да солай қатысты. Олар бүгін бар, ертең жоқ болады. Президенттер мен көшбасшылар ауысып отырады. Бірақ жүйе, бағыт, сол қалпына қалады. Өйткені оны басқаратын бір күш бар. Бұл корпорацияларда емес. Олар тек басқару жүйесін іске асыратын деңгейде ғана. Олар шынайы бастау нүктесі емес. Бұл бәрін жоспарлап отырған үстелде отырғандар да емес. Олар дәл осы ойынның бір бөлігі. Иә, көлеңкелерге терең үңілсең, оның қайдан шыққанын сезуге болады. Бірақ әлі де беткі деңгейдесің. Қоян інінің ең түбінде жеткенде ғана Ротшильдер сияқты көзге көрінбейтін, бірақ өміріңді басқаратын адамдарды табасың. Алайда, олардан да терең, одан да жоғары деңгейдегі күштер бар. Бірақ ол қайда? Біз өмір сүріп жатқан бұл шындықты бір күш басып алған. Кейбір көне халықтар оны архондар деп атайды. Бірақ бұл күшке бүкіл әлемнің көне мәдениеттерінде түрлі атаулар берілген. Алайда, барлығы бір ғана күшті, бір ғана болмысты сипаттайды. Бұл құбылыс бүкіл дүниежүзілікте байқалады. Қиыр шығыс, орталық Америка және басқа да аймақтарда бұл күштер жылан тәңірлері деп аталады. Зулулар оларды Читахури, яғни жыланның ұрпақтары дейді. Сумер, қазіргі Ирак, бұрынғы Вавилон жерінде оларды Анунаки. Солтүстік Американың Хопи халқы оларды жылан бауырлары дейді. Оларды жұлдыз адамдар деп те атайды. Мысалдары өте көп. Христиандықтар оларды жындар. Гностицизмде архондар. Исламға дейін және ислам әлемінде оларды жындар деп атайды. Ал олардың түпкі болмысы таза энергия, классикалық шайтан, алдаушы және жындардың жыны деп сипатталады. Бұл күш архондардың архоны, яғни ең жоғарғы алдамшы күш деп аталады. Ібліс шайтан өзінің әскерлерімен бірге отырады. Олар оған жасаған істері жайында есеп береді. Біреу, мен бір еркекті зина жасаттым дейді. Шайтан жай тыңдап отырады. Бұл хадис Бухари мен Муслимде келген сенімді хадис. Тағы бірі, мен біреуді ұрлыққа итермеледім дейді. Басқасы, мен мына әйелді хиджабын шешуге көндірдім. Осылай әр шайтан өз есебін береді. Бірақ бір шайтан келіп, бүгін мен бір ерлі зайыптыны ажырастырдым дегенде, Ібліс шайтаны орнынан тұрып, оны мадақтайды. Содан шайтанның не айтатынын білесіз бе? Сонда шайтан орнынан шығып, сен менің үздігімсің деп, өзінің тәжін кигізеді. Ой жүгіртіп көріңіз, шөп шегу харам, кісі өлтіру харам, зина жасау харам. Қандай күнә жасасаңыз да бәрі харам, бірақ ажырасу харам емес. Иә, ажырасу харам емес. Неліктен шайтан ажырасуға соншалықты қуанады? Неге ол соншама мәз болады? Өйткені сіздің жауыңыз әрқашан бөліп алда билей бер деген ұстанымды ұнатады. Бөлек шығуды. Ол қоғамдағы ең алғашқы бірлікті, отбасын бөле алады. Қоғам неден тұрады? Бірлік, ұяшықтан тұрады. Елестетіңіз, бір қабырға кірпіштен тұрады. Сол кірпіш отбасы. Отбасы қоғамның алғашқы кірпіші. Оны бөлсе, бүкіл қоғамды бөлу оңайға айналады. Шайтан үшін ол жамағатты, қоғамды бөлудің алғашқы қадамы, оның жоспары ұзақ мерзімді.